Дефне Химметке мен шындықты білдім дейді. Бала менікі емес екен, ол Элиф пен қахрамандығы болып шықты. Сіз маған неге өтірік айттыңыз дейді. Ол әйелден туған балаға өз баламдай қарай алмаймын дейді. Қимет, мен сендерге өтірік айтуға мәжбүр болдым дейді. Сендердің отбасыларың үшін дейді. Сенің аналықтарың жарамайтын болды. Сондықтан да Элифтің аналықтарын қолдандық дейді. Дефне бұл жалғанмен өмір сүре алмайтындығын айтады. Мен бұған артық шыдамаймын, осы жерде бүгін екеуміз өлеміз дейді. Дефне көлігін от алдырып, көлігін теңізге батырмақшы болады. Қимет, не істесең оны істе, маған бәрібір дейді. Өзім жасайтын өмірімді жасадым, туған балаларымды тудым дейді. Отыра береді. Дефне біраз ойланып отырады да көлігін өшіріп сыртқа шығып кетеді. Қимет оның жанына келеді. Бала Элифтен екенін екеумізден басқа ешкім білмейді. Сондықтан да сен де ешкімге айтпа. Қахраман екеулеріңнің болашақтарың үшін дейді. Керем оқуын жалғастыру үшін Англияға ұшып кету керек еді, бірақ ол қалып қояды. Және кетпеймін, мен осында қалатын болдым деп айтады қахраманға. Қахраман, сонша жылдан бері оқып келе жатсың, енді оны не үшін тастамақшысың дейді. Керем, мен осында қаламын, Элиф үшін барлығын тастаймын дейді. Дефне жылап Эминеге келеді. Бала менен емес екен, ол қахраман мен Элифтің балалары болып шықты дейді. Сондықтан да Элифтен де баладан да құтылуым керек, сен маған көмектес, бала түсіретін маған дәрі тауып бер дейді. Эмине Дефнені бір әйелге әкеледі. Мен 2 қабат едім, маған бала түсіретін дәрі беріңіз, үйдегілер біліп қойса мені өлтіреді деп өтірік айтады. Әлгі әйел дәріні жасап әкеледі. Эминеге беріп жатқанда Дефне оның қолынан тартып алады. Назлының жүрегіне операция жасалынады. Енді Назлы да Элиф сияқты қахрамандардың үйінде тұратын болады. Дефне Элифке сүт әкеліп бермекші болады және сүтке бала түсіретін дәріні қосып қояды. Элифке дәрі қосылған сүтті өзі береді. Элиф қолынан стаканды түсіріп алады, сүт жерге төгіледі, ал Дефне болса Элифке сен не істедің деп айқайлап жібереді. Дефне бөлмесіне кетіп қалады. Қахраман, сен қайда болдың? Анкараға бардың ба, жиналысқа қатыстың ба деп сұрайды. Дефне, я Анкараға барып келдім дейді. Қахраман, маған неге өтірік айтасың? Сен Анкараға да бармағансың, жиналысқа да қатыспағансың, қайда болдың, тез айт дейді. Дефне, мен дәрігермен жолығып келдім дейді. Элифтің құрсағындағы бала екеумізден екендігіне көзімді жеткізуім керек болды. Дәрігерден сұрадым, ол да айтты дейді. Қахраман айтады, енді көзіңді жеткіздің ба, ол біздің баламыз дейді.